Ал енді осы бұрыштар бойынша есептерді шығарып көрейік. 870 есеп. Берілген бұрыштардың ішінен сүйір, доғал, тік немесе жазыңқы бұрыштарды атаңдар дейді. Қарайық, 132. Біздер айттық, егер бұрыш 90 градустан көп болатын болса, бұл бізде доғал бұрыш дедік. Міне, 132 90-нан көп, сондықтан бұл доғал. 98 градус 90-нан көп бұл да доғал. 180 бұл 180 градусқа тең болатын болса, бұл жазыңқы. Тағы да бір рет қайталаймыз, иә? Бұл жазыңқы бұрыш. Сондықтан мынау жазыңқы бұрыш. 94 бұл доғал, 90 градус. Егер 90 градусқа тең болатын болса, бұл бізде тік бұрыш. 154 бұл доғал, өйткені 90-нан жоғары. Енді қарайық, 90-нан бізде кіші болатын болса бұрышымыз. 90-нан кіші болатын болса, бұл сүйір бұрыш. Сүйір бұрыш. Мына жерде бізде 35 сүйір бұрыш және 78 сүйір бұрыш. Яғни 90-нан жоғары болатын болса, бұл доғал бұрыш, ал 90-нан кіші болатын болса, бұл сүйір бұрыш. Мына жерде белгілегенде сендерді шатастырмас үшін былай белгілейік. Яғни біздің бұрышымыз 90 градустан жоғары болатын болса деген. Кіші төмен болатын болса деген. Ал егер мына жерде керісінше 90 градустан жоғары болатын болса, ол доғал. Келесісін қарайық. 871. Мына берілген АОД бұрышы, АОЦ, АОД, ЕОД, ЕОЦ және ЕОБ бұрыштары неге тең? Қарайық. АОБ, АОБ. Мына жерде қарап тұрсаңдар, барлығының ортасында О әрпі бар. Өйткені ол мына О нүктесіндегі бұрыш арқылы өтеді деген сөз. Қарайық, АОБ, АОБ. Бұл бізде неше градусқа тең? 20 градусқа тең деп жазулы тұр. Сондықтан бұл АОБ бізде 20 градусқа тең болады. Өйткені мына жердегі кішкентай бұрышты қараймыз. Мына жердегі сандарды қараймыз, мына жерде 10 тұр, және мына жерде 20 тұр. Сондықтан ол 20 градусқа тең. АОЦ, АОЦ бұрышы. Бұл да сүйір бұрыш екен. 90 градусқа жетпейді, бірақ қанша екенін өлшейік? Бұлай өлшейтін болсақ, бұл 70 градусқа тең екен. Мына жердегі санға қараймыз, 70 градусқа тең. АОД, АОД. Енді бұл жағдайда бізде ол 90 градустан жоғары. Мына бұрышты қарап жатырмыз біздер. Бірақ біздер мына жердегі 110 дегенді аламыз. Мына жерде қарап тұрсаңдар, сендерде астында бір сандар тұр, үстінде бір сандар тұр. Ол астындағы сандар ол 90 градустан төмен болатын болса, бұл жерде, мына жерде мына сызықтан өтпеген болсаңдар, сол астындағы сандарды қолданасыңдар. Мына жерде үстіндегі сандарды қолданасыңдар. Ал егер ары қарай өткен болсаңдар, сендер мына өлшемді қай жағынан байланысты, өлшегендеріңе байланысты, транспортерді қалай қойғандарыңа байланысты, сол бұрышты астын немесе үстін қолданасыңдар. Сендер мына жақтан бастасаңдар өлшеуді, онда үстіндегі сандарды қолданасыңдар. Ал егер транспортерді мына жақтан өлшеуді бастасаңдар, сендер астындағы сандарды қолданасыңдар. Сонымен бізде АОД, мына бұрыш бізде 110 градусқа тең болып мына жерде жазулы тұр. ЕОД, ЕОД. Енді біздер керісінше мына жаққа қарай өлшеп жатырмыз, иә? Бұл жағдайда бізде ЕОД мына бұрышымыз, бұл бізде 70 градусқа тең. Қайтадан біздер мына жақтан бастап өлшеп жатқанымыздан ол 70 градусқа тең. ЕОЦ, ЕОЦ. Бұл бізде мына үлкен бұрыш, бұл бізде 110 градусқа тең. Және ЕОБ, ЕОБ бізде 160 градусқа тең.
келесі есепті қарайық. МОК доғал бұрышын жазыңдар дейді. АОК бұрышы тік, АОК бұрышы сүйір болатындай ОА сәулесін жүргізіңдер. Осындай қанша бұрыш салуға болады дейді. Бұны шығару үшін біздер кез келген бір доғал бұрышты жазуға тырысайық. Бұл бізде МОК деп тұр. Мына бұрышымыз, доғал бұрышымыз 90 градустан жоғары. Енді бізден сұрап тұрғаны АОК бұрышы тік. АОК бұрышы сүйір болатындай ОА сәулесін жүргізіңдер дейді. ОА сәулесін жүргізетін болсақ, мына АОК бізде тік болу үшін біздер мына жерден 90 градус транспортирді мына жерге былай қоямыз. О нүктесін мына жерден өлшейміз де, сол жерден 90-ды табамыз. Шамамен былай болады. Сосын бұны тік бұрыш деп былай белгілейміз. Сонда мына жерде ОА сәулесі былай болады. Бұндай тек қана біздер бір сәуле сала аламыз, өйткені мына жерде тік бұрыш тек қана біреу болуы мүмкін, 90 градус. Ал егер АОК бұрышы сүйір болатындай десе, онда біздер 90-нан кіші кез келген сәулені сала аламыз. Мына жерде мынау да сүйір бұрыш болады, былай АОК былай да сүйір бұрыш болады, тағы да көп болады. Ондай біздер 89 сала аламыз. Не үшін 89? Өйткені бізде сүйір бұрыш болу үшін ол 1 мен 89-ның арасында болу керек. 1 градус пен 89 градустың арасында болу керек. Сондықтан біздер сондай 89 вариантын салуға болады. 873. 2 сағат, 3 сағат, 5 сағат, 6 сағатқа сәйкес сағат тілдері арасындағы бұрыш қандай? Сүйір, тік, доғал, жазыңқы болады. Қарайық. Сағатты салайық шамамен. Бізде мына жерде ортасы болатын болса, бізде мына жерде 12 болады төбесінде, мына жерде 3 болады, 6 болады, мына жерде 9 болады, Сағат тілдері арасындағы бұрыш қандай? Сағат 2 болған кезде бізде 2 дегеніміз шамамен мына жерде, шамамен мына жерде, және ол сағат 2-ге дәл тең болу үшін мына 12-ге көрсетіліп тұру керек сағаттың ұзын тілі. Сонда бізде шығатыны бұл сүйір бұрыш болады, Сағат 3-ке тең болады дейді. 3-ке тең болғанда бұл 90 градусқа тең, сондықтан тік бұрыш болады. 5-ке тең болғанда. 5 дегеніміз мына жерде жатыр, сондықтан бұл бізде доғал бұрышқа тең болады. Және сағат 6-ға тең болғанда бұл бізде жазыңқы бұрыш болады, мынау түгелдей. Осылай шығарылады. 874. 82-ші суретте берілген бұрыштарды өлшеңдер дейді. Транспортерді мына жерге қоямыз, сосын былай өлшейміз. Транспортер былай қойсаңдар, мына жерге жаққа қарай өлшейсіңдер, мына жердегі санды айтасыңдар. Бұл шамамен бізде 140-150 градусқа тең болатын шығар. Мынау шамамен бізде МЛК бұрышы бізде шамамен 30 градусқа тең болатын шығар. Транспортермен дәлме-дәл өлшеп көріңдер. Және мына бұрышты табу үшін сендер транспортерді мынаған параллель қоясыңдар, мына жерге О нүктесіне қоясыңдар. Және сонда бізде мына сүйір бұрышты өлшейсіңдер, бұның бойымен жүріп отырып. Сонда бізде шамамен 30 градустай бір сүйір бұрыш шығады. Мына жерде неліктен 83-ші суреттегі бұрыштар қате өлшенген? Қарайық, мынаны қарайық. Біздер О нүктесіне қойдық, бірақ мына транспортер мына бір қабырғасында жатқан жоқ. Дұрыс өлшеу үшін ол бір қабырғасында жату керек. Мына транспортер былай қисайып тұру керек. Ол былай тұру керек, Сонда біздер нақты өлшей аламыз мына бұрышты. Ал мына жағдайда ол қисайып тұрған жоқ. Мына жағдайда ол параллель жатыр, біздің транспортер, бірақ ол О нүктесінде тұрған жоқ. Негізінде біздер мына бұрышты өлшеу үшін біздің транспортерімізді мына жерге әкеліп қойып, ол былай өлшену керек еді. Және мына бұрышты табатын едік сонда.